Сәлеметсіздер ме 5 сынып оқушылары. Бұл сабақта біз сіздермен English Class 5 Unit 3 Fantasy Word тарауына арналған жұмысының жасалу жолымен және жауаптарымен танысып боламыз. Сабақты бастамас бұрын, келесі сабақты жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Now let's begin. The first task is writing. Бірінші тапсырма бұл жерде жазылым берген екен. Look at the map and choose one of the buildings below and describe your routine from the shop to that building. Яғни сіздер мына жерде картамен жұмыс жасаймыз. Сіз дүкендесіз, шоп дүкен, сіз дүкендесіз. Сіз дүкеннен мынау музейм, мұражай, синема, кинотеатр, library, кітапхана осы үшеуінің біреуін таңдап, өзіңіздің жолыңызды сипаттап жазуыңыз қажет. Мысалы, сіз дүкеннен кинотеатрға, дүкеннен музейге, дүкеннен кітапханаға барасыз. Және де сіздің жазған неңіз, жолыңыз 50 сөзден кем болмау керек. Now let's begin. Яғни бұл бірінші мен дүкеннен музейге дейін жаздым. Екінші дүкеннен кинотеатрға, дүкеннен кітапханаға. I'm in a shop. I want to go to the museum. I turn to the left and I can see the park. Then I turn to the right. There is a post office opposite the hospital. If I go straight, there is a museum next to the post office. I'm in a museum. Next, I'm in a shop. I want to go to the cinema. I turn to the left from the shop. There is a park opposite the shop. I go straight and there is a cinema next to the shop. There is a post office and a sports center opposite the cinema. I'm in a cinema. Next, I'm in a shop. I want to go to the library. I turn to the left and I can see the park. I turn to the right. I can see the post office. On the right, I can see the hospital on the left. I can see the museum on the right. I can see the bank on the left. I can see the hotel on the right. I can see the library on the left. And I turn to the left. I'm in the library. деген сияқты жазсаңыздар болады. Now, task 2, reading. Оқылым екінші тапсырма. Read the text and identify the writer's opinion and write yes or no next to the given statements as in the example. Яғни бұл жерде сіздерге мәтін берген, осы мәтінді оқып, төмендегі мына сұрақтарға жауап беріп, және де мына төмендегі берілген 5 сөйлем мәтін бойынша дұрыс тұжырым ба, бұрыс тұжырым ба, соны табуымыз қажет. Let's read and translate the text. Dream Castle. Армандағы сарай. Dream Castle is a wonderful new film at the Sunshine Cinema. Яғни бұл жаңа фильм екен. In a film, Katie and her brother Gary visit their uncle. Бұл фильмде Кетти және де оның ағасы Гарри олардың несіне барады? Көкелерінің үйіне барады. Their uncle lives in a big old castle. Олардың ағайлары өте үлкен көне сарайда тұрады. One day, Katie and Gary find a big old door. Бір күні Кетти мен Гарри өте үлкен есікті тауып алады. They open the door and enter the room. Олар есікті ашып, сол бөлмеге кіреді. In the room, a princess sings. She lived 100 years ago. Бұл бөлмені ашқан кезде 100 жыл бұрын өмір сүрген принцесса бар екен. Кетти and Gary try to hide the princess from their uncle. Кетти мен Гарри жаңағы ол принцессаны ағайларынан жасырғысы келеді. It is very difficult and they all have lots of funny adventures. Сонымен бұл өте қиын болады. Олардың басынан көптеген шытырман оқиғалар өтеді. Dream Castle is a film, but the actors also sing. Dream Castle, яғни ғажайып сарай деп аталады, армандағы сарай деп аталатын фильм. Бұл жерде
актерлары сондай-ақ өлең айтады. Here is what some people think. The film has got a good story and it's very exciting. Сонымен басқа адамдар не ойлайды? Фильм өте жақсы және де әсерлі дейді. The actors in the film are very good. Бұл фильм актерлары өте жақсы. They are great singers too. Сондай-ақ керемет әншілер дейді. Сонымен, let's answer the question. Сұрақтарға жауап берейік. The first question, what were the author's feelings about the main characters of the story? Автордың жаңағы басты кейіпкерлер туралы ойы, сезімі қандай болды? The author's feelings about the main characters of the story are positive. Yes, позитивті. Which words help you to detect the author's attitude? Автордың ойын қандай сөздер саған жаңағы білуге көмектесті? The words exciting and a good story help to detect the author's positive attitude. Яғни әсерлі, жақсы оқиға деген сияқты сөздер автордың позитивті ойын табуға көмектесті. Now, төмендегі берілген сөйлемдер жоғарыдағы мәтін бойынша дұрыс тұжырым ба, бұрыс тұжырым ба, соны табуымыз қажет. Егер дұрыс тұжырым болса yes, дұрыс емес болса no деп жазамыз. For example, Katie and Gary visit their grandpa. Katie мен Gary олардың атасына барды. No, yes, олар uncle, олардың дядя дейміз ғой, біз ағайына барды. Next, Katie and Gary find a princess. Katie мен Gary ханшайымды тапты, яғни принцессаны тапты. Yes. The second, Katie and Gary try to hide the princess. Олар ханшайымды жасырғысы келді. Yes. The third, the princess is sleeping for a few days. Принцесса, яғни ханшайым бірнеше күнге ұйықтаған. No. The actors sing in a film. Актерлар бұл фильмде ән айтады. Yes. The film is sad. Фильм көңілсіз. No. Yes. The film is exciting деп жазылған. Осымен фэнтези өт тарауына байланысты берілген бір жұмысын жасалу жолымен таныс болдық. Егер сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, достармен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше, goodbye.